Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен талшын қамыры жұмсақ болып шығатын пиццаның жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, өте керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қажет заттарды төменде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Одан соң алдын ала дайындап алған сұйық майымызды қосатын боламыз. Және қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды салып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ерігенше ашытқының мерзімі өтіп кетпеген, сапалы болғаны дұрыс. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізіліп алған ұнымызды аз бөліктен салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Осылай бірінші бөлігін салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырдың қатты болып кетпеген дұрыс, қолға жабыспайтын. Міне видеодағыдай осындай қамыр шығу қажет. Үстінен сұйық май құйып, жақсылап іртіктерін жазып, 40 минутқа жылы жерге қойып қалдыратын боламыз, бетін жауып. Енді пиццаның қамыры ашып дайын болғанша салмасына және соусына кірісетін боламыз. Ең алдымен осылай кетчупты қолданамыз. Дүкеннің томатный кетчупын қолданамын және үстіне осылай кептірілген дәмдеуіш орегано салатын боламын. Жақсылап араластырып, осылай соусымызды дайындап қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Мен осылай халал, сенімді шұжықты қолдандым және жақсылап видеодағыдай осылай дөңгелек етіп барлығын турап дайындап қоямыз. Одан соң осылай қызанақтарды дөңгелек етіп турап, ортасынан бөліп, шұжықтарымыздың жанына қойып қалдыратын боламыз. Және пиццаға арнайы осылай қолжетімді бағада моцарелла ірімшігін, яғни сырды қолданатын боламын. Осылай үккіштен өткізіп, дайындап қоятын боламыз. Енді ашып дайын болған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп, дөңгелекшелеп дайындап қоямыз. Мен осылай бір бөлігін алдым және осылай қолмен де осылай жасаңыздар болады, немесе оқтаумен де жайып дайындап қойсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды осылай листіміздің ішін майлап, немесе пергамент қағазын төсеп, осылай қамырымызды орнықтырып шығатын боламыз. Мінекей осылай листімізге қамырымызды толықтай жайып шықтық. Енді осылай шетіне жаңағы моцарелла ірімшігімізді осылай қойып шықтық. Егер сіздер осылай жасасаңыздар болады, мүлдем бұлай жасамай істей берсеңіздер де болады. Және дайындап алған соусымызды осылай салып, барлық жеріне толықтай жағып орнықтырып шығатын боламыз. Одан соң алдын ала дайындап алған салмаларымызды саламыз. Мен осы қамырдан 2 түрлі пицца дайындадым. Осылай қызанақтарымызды қойып шығамыз. Одан соң шұжықтарымызды да қойып, үстінен ірімшігімізді салып шығамыз. Және қызып тұрған 180 градуста 7-5 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Біздің пиццаларымыз өте керемет, өте нәзік болып шығатын болады. Мінекей осылай пергамент қағаздың үстіне екінші пиццамыздың қамырын жайып дайындап алдық. Енді осылай шетіне толықтай шұжықтарымыздың барлығын қойып орнықтырып шығатын боламыз. Менің балаларым өте қатты жақсы көреді осы шұжық түрімен жасалған пиццаны. Осылай шетіне қойып, одан соң пышақпен барлық шетін кесіп шығатын боламыз. Енді дайындап алған соусымызды толықтай барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Одан соң алдын ала үккіштен өткізіп алған ірімшігімізді осылай барлық жеріне орнықтырып, осылай салып шығатын боламыз. Және үстінен осылай дайындап қойған қызанағымызды қойып, дайындап алатын боламыз. Мінекей осылай дайын болған пиццамызды пешімізге салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің пиццамыз пісіп дайын болды. Өте керемет, нәзік болып шықты. Бұл қамырмен сосиски тесте немесе нан жасап жесеңіздер де болады. Әмбебап қамыр ретінде саналады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген қызықты рецепттер салатын боламын.